Ассаламу алейкум достар. Міне мен кезекті саяхатыма шықтым. Біз қазір оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Черняев ауылында тұрмыз. Бұл Черняев ауылы қазір Жібек жолы ауылы деп аталады. Міне артынан жазылған өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Біз Өзбекстанды бетке алып бара жатырмыз. Өзбекстанның ең көрікті қалаларын бірге аралайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ал кеттік онда. Өзбекстанға арзан жолмен барғыңыз келсе, алдымен Шымкентке жетіп аласыз. Сосын біз секілді 1500 теңгеге таксимен оңтүстік Қазақстан облысы Сарыағаш ауданы Жібек жолы ауылына жетесіз. Бұл шекарада орналасқан ауыл. Осы ауылдан қалтаңыздағы теңгеңізді өзбек сомына айырбастайсыз. 1000 теңгеңіз 24 000 сом болып шығады. Жиен болады екен. Жиен шаш. бір дөріп ақша ауыстырып алдық. Мына жерге келіңіздер, осы жердің мен арнайы несін көрсетеміз қазір сыртын. Осы жерден ақша ауыстырсаңыздар, мынандай ірі ақшамен береді. Әйтпесе сіздер бір дөріп ақша алып өтіп шедіңіздер. Алдамайды. Және алдамайды. Сырттан ешқашан ауыстырмаңыздар. Тек андай арнайы осындай ақша ауыстыратын пункттерге келіп ауыстырған жөн. Бір бума ақшаны қалтаға басқаннан кейін декларация толтырып, өзіңізбен апара жатқан заттыңыздың бәрін тізімдетіп аласыз. Кірген шыққаныңызда бәрін тексереді. Сосын қолыңызға загранпаспортыңызды ұстап, шекара қызметкерлерінің тексеруінен өтіп, Өзбекстаннан бірақ шығасыз. Міне біз қазір неге ипподромға келдік, жаңағы айтқан. Осы жерден ары қарай Самарқанға немесе Бұхараға, жалпы қай қалаға барғыңыз келеді, соған осы жерден отырып кетесіз. Міне бізге Қазақстаннан бері жолбасшы болып келе жатқан Манзура апай, иә? Манзура апай. Сіз қай қалада тұрасыз? Қоқанда. Бұл осы жерден қанша сағаттық жер? 2 сағаттық. Міне апайымыз Қоқанға. 2 сағат. 2 сағат. 7 сағаттық жер солай қарай етеді. Ал біз өзіміз осы жерден Самарқанға қарай жол жүрмекпіз. Алла қаласа, алда Самарқан қаласына көресін боласыздар. Сол жерден таксиге отырып, бар жоғы 500 теңгеге Ташкентке жетіп аласыз. Міне, сіз бар болғаны 2000 теңгемен Өзбекстанға келдіңіз. Алғашқы аялдама ипподром деген жер. Біз Ташкентке кірмей, бірден Самарқанға қарай тартуды жөн көрдік. Шекарадан өткеннен кейінгі ипподром деген жерге таксиге отырып, тартып келеміз. Өзбекстанның тазалығы ерекше назар аударады. Үйлері де жып-жинақы салынған. Біз қазір жолда тұрмыз, жолдың үстіндеміз. Өйткені алдында сіздерге айтып едім, негізі Самарқанға барамыз деп, бірақ аяқ астынан біздің жолымыздың бағытын өзгерттік. Қазір Хиуаны бетке алып бара жатырмыз. Сонымен қатар сіздерге бұл жақтың бағалары туралы аз-кем мәлімет бере кетейін. Мысалы, біз қазір Хиуаға жаңағы ипподромнан оларша 250 сомға, 220 сомға, 250 деп айтты. Біз 220-ға түсірдік. Мұнда 220 сомға барып жатырмыз. Яғни адам басына Әйгерім екеумізге 6000-нан келеді. Біздің теңгемен алғанда. Яғни арадағы 1000 километр жолды 6000 теңгеге өтпекшіміз. Одан кейін ал неге дейін, ипподромға дейін, шекарадан ипподромға дейін біз 20 000 сомға келдік. Ол деген біздің ақшамен 1000 теңге ғана. Сондықтан бұл жақта енді кәдімгідей қала арасындағы жолдың арзан екенін байқап жатырмыз. Сонымен қатар келгелі бері ыстықтығын байқадық, үстіміздегі курткамызды, шапанымызды шешіп, міне жеңіл көйлекпен жүрміз. Сонымен қатар міне заправкаде қазір тоқтадық. Өйткені мұнда бензин емес, негізінен газбен жүреді. Сондықтан қауіпсіздік шараларын қатты сақтайтын пассажирлерді негізінен түсіріп тастайды екен. Міне қазір біз өзіміздің көлігімізді, яғни таксиді күтіп тұрмыз артымызда. Заправкаға тоқтап, әр заправкада осылай істейді. Қауіпсіздік шараларын сақтау үшін адамдарды түсіріп тастайтындары жалпы жақсы болғанмен бізге жаман. Осылай күтіп жүргенің. Сапарымызды ары қарай жалғастырдық. Бастауы Өзбекстандағы, соңы бізде ағып жатқан Сырдария өзенін басып өттік. Арадағы 1000 шақырымға жуық жолды артқа тастап, небәрі 6000 теңгеге такси жалдап, Өзбекстанның ең көне тарихи қалаларының бірі Хиуаға таң ата жеттік. Мұнда бізді небір қызықтар күтіп тұрғанына сенімдедік. Міне біз Хиуаға жеттік. Таңертеңмен осы Хиуаға келіп, алдымен тамақтанып алайық деп, осы жердегі кафелердің біріне келіп, шай ішіп отырмыз, таңғы шай. Біздердегі берілетін Ташкент шайы секілді екен шайлары. Сондай дәмді. Ішіп отырмыз. Енді қазір ескі қаламен танысамыз, аралаймыз. Сосын
ары қарайғы бағытымыз Бұхара, Самарқан болып кете береді. Бұл кафеден таңғы асымызды жақсылап ішіп алдық. Айналамыздан өзбек еліне келгенімізді енді анық сезгендейміз. Бәрі өзбекше, теледидардан да өзбекше музыка ойнап тұр. Ал біздің Хиуа қаласын қалай аралағанымыз, не көргеніміз келесі видеода. Оны көргілеріңіз келсе, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.